Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Бір қазанның неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде бір ауылға қатты жұт келеді. Қыста аяз болып малы қырылады. Жазда қапырық ыстық келіп, өзен суы тарылады. Жерден қылтанақ шөп шықпай, берекенің құты қашады. Жұрт талғажау дән таппай қарны ашады. Көңілді уайым мен қайғының қара бұлты басады. Шарасыз халық соңғы үмітін Құдайға тапсырып, жаратқанға жалбарынып өлімші халде жатады. Бір кезде төбеден алып бір құс көрінеді. Ол ауылда 7 рет айналады да, ескі ошақтың жанына келіп қонақтайды. Аузын айқара ашып, көптен от көрмеген қара қазанға балықты толтырып, қайта ұшып кетеді. Мына кереметті көріп, жұрт қазанға жапа-тармағай ұмтылады. Сол күні құс әкелген балықпен жан бағып, аш құрсаққа дәм барып тірі қалады. Ертесіне әлгі құс тағы да қара қазанды балыққа толтырады. Осылайша жұт кетіп, елдің кемтігі толып, төлдің басы құраққа, өзен мен сай бұлаққа толғанша бір қауым елді асырапты. Ол заманда құстың атын ешкім білмейді екен. Үнемі бір қазан балық әкелетін ісіне сүйсініп, оны бір қазан атап кетіпті. Кейін халық бір қазанды аңдып жүріп, оның қалай балық аулайтынын бақылайды. Сөйтіп оның тұмсығына қарап отырып, балық аулайтын ау тоқып алады. Осылайша балықшылық бір қазаннан қалыпты. Алайда балық атаулының бір қазанға өкпесі бар екен. Адамдарға ау жасауды үйреттің. Енді олар өзен-көлді былай қойып, теңіздегі балықты тауысты. Қанағат дегенді білмейді. Бізге келген жұт сағанда жетті. Енді өзің де азық таппай ашығып, азайып жатырсың. Шоқ-шоқ бір қазан деп ашуланады екен. Әрі қарай бір қазан туралы қызықты мәліметтер. Бір қазан үлкен тұмсығымен ерекшеленетін теңіз құсы. Бұл құстардың ұзындығы 130-180 см, ал салмағы 7-14 кг дейін жетеді. Тұмсығының төменгі жағында балық аулауға арналған тері қапшығы бар. Бұл қанаттылардың 8 түрі белгілі. Олар Антарктидадан басқа барлық құрлықтарда мекен етеді. Қазақстанда тек 2 түрін кездестіруге болады: қызғылт және бұйра. Екеуі де қызыл кітапқа енгізілген. Судың ластануы мен балық аулау кәсібінің дамуы осы құстардың азаюына әсерін тигізіп жатыр. Құрлықта ірі, баяу және ебедейсіз болып көрінгенімен, суда өзінің ептілігімен таң қалдырады. Ол балық аулау кезінде тұмсықтарын кең ашып суға сүңгиді. Содан соң басын бір жаққа еңкейту арқылы қапшығындағы суды төгіп тастап, ішіндегі балықтарды жұтады. Осылайша тұмсығының астындағы тері қапшығы торлы дорбаның рөлін атқарады. Ұзындығы 3 метрді құрайтын қанаттарының көмегімен 3 километр биіктікке дейін көтерілуі мүмкін. Ауа ағындарын қолдану арқылы ұзақ уақыт бойы аспанда қалықтай алады. Балапандары соқыр және жалаңаш болып туылып, 2 ай өткен соң ұша бастайды. Дүниеге келген балапандардың жартысы ғана тірі қалады. Бұған себеп жыртқыштар, ауа райының қолайсыздығы және аштық. Бір қазандардың саны бойынша жергілікті экожүйенің жағдайын анықтауға болады. Егер көлдің маңынан осы құсты көрсеңіз, демек бұл су қоймасында көптеген балықтар тіршілік етеді. Бір қазан бір тәулік ішінде 2 килограмм балық жеп қоюы мүмкін. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.